Барлықтарыңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздермен көріспегелі біраз уақыт болды. Бүгін сіздермен тағы да невроз жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы Қазақстанда неге невроз кең таралған, жалпы осы пандемия кезінен кейін невроз өршіп кетті, оны барлығы біледі. Өйткені көбінде жалғыздық сезімі, қауіпсіздік, болашақ жайлы, болашақта не жасаймын деген қорқыныш сезімдері жаңағы неврозды одан әрі өршітіп жіберді, одан әрі үлкейтіп жіберді. Сонымен қоса, невроз неден пайда болады? Өміріміздегі белгілі бір үлкен стресстік ситуациядан, ажырасу, бір адаммен үлкен конфликт, ұрсып қалу, жақын деген адаммен қатты ұрсып қалу, мысалы, үлкен ақшаны жоғалтып алу, сол сияқты белгілі бір ситуациялардан кейін бізде осы невроз пайда болады екен. Яғни, бұл ситуациялар қандай сезімді шақырады? Бұл ситуациялар қауіпсіздік, қауіпсіздік, болашақта не істеймін, қорқыныш сезімі, осыны шақырғаннан кейін әрине бізде паникалық шабуыл, немесе невроз пайда болады екен. Яғни жаңағы ситуациялар неврозға тек қана түрткі болады. Ол тек қана сол стресстің кесірінен сізде паникалық шабуыл болмайды. Яғни сіз бұрыннан бері невротиксіз, белгілі бір өзіңіздің ойлау паттерніңіз бар. Ойлау ерекшеліктеріңіз бар. Және Қазақстанда невротиктердің саны өте көп. Неге? Өйткені біздің ойлау паттерніміз бір-бірімізге ұқсайды. Невроздың дамуына не әсер етеді? Әрине, қоршаған ортамыз, белгілі бір ойлау паттерніміз, шаблондарымыз, бір ойлау ерекшеліктеріміз осы невроздың дамуына әсер етеді екен. Бүгін осы видеода неге осы Қазақстанда, әсіресе Қазақстанда, постсовет үкіметінде деп айтсақ болады, бірақ Қазақстан жайлы айтамыз. Неге невроз, біз невроздың қалыптасуына бейім халықпыз? Қандай біздің іс-әрекеттеріміз осындай нәрсеге бізді жақындатады? Сол жайлы әңгіме өрбітетін боламыз. Мысалға келетін болсақ, кез келген адамның ішкі жанының қалаулары бар, оның сезімдері бар деген сияқты. Сонымен қоса, социалдық нормалар бар. Бізде қазақтарда неменің ішінде, тырнақшаның ішінде ұят деген нәрсе, белгілі бір іс-әрекетті жасасаң ұят болады, сөз қылады деген ол социалдық нормалар бар. Мысалға алатын болсақ, мен өте творчестволық адаммын. Менің ішкі жан дүнием әдемілікті қалайды, мен экспрессивтілікті қалаймын, сыртқа бір эмоцияларды шығарғанымды, белгілі бір өзімді көрсеткенімді қалаймын, сыртқа. Мен творчестволық адаммын, би, ән деген ол менің ішкі жанымның қалауы, мысалға алатын болсақ. Мен, мысалы, хилс биімен билегім келеді, айналысқым келеді. Бәлкім сіз білетін шығарсыздар, мен инстаграмда кезде саламын. Сол биімен айналысқым келеді. Және сыртқы нормалар бар. Атанан, туған туысқандарын, кейбір инстаграмдағы ұятмендер маған жазады, ертең сенің жаның тозақта жанады, не деген неменесіз, ұят қой, ұятсыз деп неше түрін маған жазуы мүмкін. Атанам күнде звондауы мүмкін, бұлай ұят емес пе, анау не дейді, мынау не дейді, қой ондайынды, салма ондайынды, билеме деп айтуы мүмкін. Мысалға атымызақ. Бір адам бәлкім сол жерде тоқтатып, барлығы солай айтып жатыр ғой, бәлкім ол дұрыс шығар, ұят болады, қой, ондайынды қояйын, көпшілік айтқан бәлкім дұрыс шығар, менікі дұрыс емес шығар, бәлкім мен жаманмын, менің бұл істеп жатқаным дұрыс емес деген ой болуы мүмкін. Сонда ол сыртқы социалдық нормалар бар, оның ішкі қалауы бар адамның, екеуі конфликт болады да әрине паникалық шабуылға әкеп соғуы мүмкін.
мысалға алатын болсақ, бұл жай ғана мысал. Мысалы, сіз суретші болғыңыз келеді. Сосын сіздің айналадағы ата-аналарыңыз айтуы мүмкін: ой, суретші болған не керек, сен ертең қалай ақша табасың, сен әкім болу керексің, сен престижный жұмыста жұмыс істеу керексің, ақша аз тапсан да престижный жұмыста жұмыс істеу керексің, сен көршінің баласынан кейін боласың ба, сен мықты болу керексің, сен мынандай болу керексің, белгілі бір социалдық нормалар бар, сен мынандай болу керексің, мынандай болу керексің. Бірақ адамның ішкі андай қажеттіліктері болады. Мен ондай болғым келмейді, мен басқадан ерекшемін. Бұл қалыпты жағдай. Біз барлығы сияқты емеспіз. Әр адам әртүрлі нәрсемен айналысқысы келеді. Әртүрлі бола алады. Біреуі эмоционалды, біреуі тыңдайтын, біреуі тыңдамайтын әртүрлі адам бола алады. Бірақ бізде Қазақстандағы социалдық норма бізді басады. Бәріміз бірдей болу керекпіз. Сен анандай болу керексің, анандай болу керексің. Әрине, бұл жердегі социалдық норма бізді неврозға жақындатады екен. Және бұл айқын нәрсе. Екіншісі, ол біз сезімдерімізбен жұмыс істей алмаймыз. Өзіміздің сезімдерімізді айқындай алмаймыз. Мысалы, американдық сериалды байқасаңыз, сен не сезініп тұрсың, сөйлесейік, сөйлескің келе ма? Мысалы, басқа адамға критика айтқан орнына ол мен осындай нәрсені сезініп тұрмын, көп өздерінің сезімдерін айтады. Олар басқа адамдардың сезімдерін жаралап алудан қорқады. Ал бізде біз басқа адамдардың сезімін таптай береміз. Ең бастысы, ол дұрыс істесе болды, меніңше істесе болды. Бәлкім сезімдерін ойламай жақындарымыздың неше түрлі сөз айтуымыз да мүмкін. Жеке шекараларын басып кетуіміз да мүмкін. Жеке шекара деген бізде вообще қазақтарда өте жақсы емес дамыған. Жеткілікті деңгейде дамымаған деп айтсақ та болады. Біз басқа адамдардың сезімін түсінбей тұрмақ, тіпті өзіміздің сезімдерімізді де түсінбей жатамыз. Мен дәл қазір не сезініп тұрмын? Мен оған ызам кеп тұрма? Мен жақсы көріп тұрмын ба? Көбінесе сезімдерде бізде табу. Ол неге? Өйткені кішкентай кезімізде біз белгілі адамға ызамызды көрсеткенде, мысалы, неге ол ұнамайды маған, анау деп ызамызды көрсеткенде бізге не деп айтқан? Қой, ұят болады, қой ондайынды. Немесе қой, жылама, ер адам жылауға болмайды, көрсетпе ондайынды деген көп нәрсе біз сезімдерді табу болады. Әрине, адам өзінің сезімін дұрыс көрсете алмайтын ортада, эффективті көрсете алмайтын ортада, ол әрине неврозға біз жол ашады, жақындатады екен. Осындай біздің шаблондарымыз, осындай паттерндарымыз неврозға жақындатады. Ал осы невротикалық ойлау қабілеттерінен алшақтау үшін не істеу керек? Қазір сол жайлы әңгімелесетін боламыз. Мысалға алатын болсақ, біз кішкене ұят философият болады, адамдар не ойлайды деген философиядан алшақтау керекпіз. Мен айтпаймын, сіз тыржаланаш, әдепсіз нәрселерді жасау керексіз. Немесе біреуге физикалық зақым жасау керексіз, эмоционалдық зақым жасау керексіз деп айтпаймын. Ең бастысы ол нормамен болу керек, бірақ ең бастысы сіз ұят болады, ең бастысы басқалар не ойлайды деген сезімнен барынша құтылуға тырысу керексіз. Ішіндегі қалауыңызды жасаңыз, мысалы сіз би билегіңіз келеді, жасаңыз. Басында сізге ыңғайсыз болуы мүмкін. Ары қарай жасай беріңіз. Яғни сіз барынша ұят болады, басқалар мен жайлы не ойлайды деген сезімдерден құтылу керексіз. Мысалға алатын болсақ, сіз қыз баласыз, сіз жігіттермен бетпе-бет сөйлесуден қорқасыз, ұяласыз, немесе ұят болады деген сезім болуы мүмкін. Әдейі көшеде кетіп бара жатырсыз ба? Әдейі байқаусыздан таныс кетіңіз, сөйлесіп кетіңіз. Түк болмайды. Сіз бәлкім, ой, ол деген ұят қой деген сезім болуы мүмкін. Керісінше жасаңыз. Немесе сіз жігітсіз, қыздармен далада танысудан қорқасыз. Көп қыздармен таныса беріңіз. Егер де сізге отказ берсе, сіз онда тұрған қорқынышты ешнәрсе жоқ. Немесе сіз басқа сондай өзіңізге ыңғайсыз
нәрселерді жасай беріңіз. Мысалы, басқа адамдардың алдында боқтап жіберіңіз мүмкін, ән айтып жіберіңіз, мысалы, басқа адамдардың алдында деген сияқты. Осындай ыңғайсыз іс-әрекеттерді жасау арқылы сіз андай басқалар не ойлайды, ұят болады, бұл қорқынышты ғой, мен ұятқа қалсам қорқынышты ғой, ұятқа қалу қорқыныш сезімінен құтыласыз. Яғни сіз невроз, бұл невроздың бір түрі ғой. Мен идеалды болу керекпін, мен дұрыс болу керекпін, барлығы дұрыс болу керек, мен біртүрлі болсам, бұл өте қорқынышты жағдай деген ол невротикалық ойлау. Осындай керемет практикалар, практикаларды жасасаңыз, нұр үстіне нұр болушы еді. Сонымен қоса мен айттым, біздің қазақтарда сезімге деген табу өте көп. Бұл әрине бізді неврозға жақындатады. Өкінішке орай, осы видеоға ол жайлы сыймайды. Ол өте үлкен тақырып, сол үшін келесі видеомда сезімдерді эффективті білдіру, эффективті конфликтке түсу, жеке шекаралар деген тақырыпты айтатын боламыз. Осы тақырыптар жайлы әңгіме айтатын боламыз. Сол, жақсылықта жүздесейік, қош сау болыңыздар, келесі кездескенше.